Қайырлы күн, оқушыларым. Бүгін біз 9 сынып бойынша бақылау жұмысын, мониторингке арналған бақылау жұмысының екінші нұсқасын талдап өтетін боламыз. Бірінші сұрақ. 2 моль магний тұз қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін сутектің көлемі. Енді бұл жерде біз міндетті түрде реакция жазып өтуіміз керек. Магний тұз қышқылы плюс H хлор түзіліп шығады магний хлор 2 және сутек. Енді сіздерге берілген 2 моль магний. Магнийда 2 моль. Сутектікі сонда қанша болады? Мұнда 2 болады. Еңістіріп жүрейік реакцияны. Сутектікі 0,5 моль болады. Себебі сіздер мына жердегі 1 моль деп оны аласыздар. Сосын 22-де 4 деп қалыпты жағдайда аламыз. Және осы пропорцияны есептеп шығарсаңыздар, 44 бүтін 100-ден 10-8 болып шығады. Жауабы А. Әрі қарай. Реакция теңдеуіндегі су молекуласы алдындағы коэффициент. Мына реакцияны теңестіріп өту керек. Сіздерде алюминий 1, мына жақта алюминий 2. S4 қанша? S4-тен сіздерде 3. Мына жақта 1 демек мынаның алдына 3 қоямыз. Сонда алюминийдің алдына 2 қоямыз. Енді H есептейік. Сутектен сіздерде мұнда 6-ау, мына жерде 6-ау. 12. Мына жерде 2 отыр, мына жерге 6 қоямыз. Енді оттектің саны енді дұрыс болды. Сонда су молекуласының алдындағы коэффициент 6 болады. Келесі сұрақ. Үшінші сұрақ. Молекулалық массасы кішісі. H2S4, Kali2S4, кальций. Мынаның барлығының молекуласы жоғары болады. Себебі бұл жерде оттек бар, күрт бар және кез келген металл бар. Ал мұнда H сутекпен күрт қана. Сондықтан бұның молекуласы кіші болады. Молекулалық массасы. Гидролиз нәтижесінде қышқылдық ортта көрсететін тұздардың қатары. Калий NO3, хлор 2, купрум хлор 2, міне мынау. Цинк SO4, SO4, хлор 2, калийдікі жоқ, болмайды, натридікі жүрмейді, бұл жай ғана ас тұзы. Және де міне алюминийдікі болады. Сонда жауабы 2, 3, 6. А. Түсінікті, келесі құрамы HNO3 болатын қышқылдың аты. Азот. Азот, кремний, көмір, фосфор. Жауап болады азот. Түсінікті ме? Қарай. Негіздік тұз. Қандай тұзы негіздік деп атайды? H хлор жоқ. Бізде болады магний OH хлор. Себебі бізде негіздік OH, анау қосымша бар. Соған қарай сіздер бірден бұл негіздік тұз екенін анықтай аласыздар. Түсінікті, күшті электролит. HSO4, купрум OH, мына купрум дегендер бізде жүрмейді. Олар төмен болады. Мынау да болмайды. H2SO4. Осыны жаттап алыңыздар. Массасы 126 грамм азот қышқылының зат мөлшері. Енді азот қышқылы. Қалай табамыз? N формуламен табайық. HNO3, HNO3,
тең масса бөлінген малярлық масса. Түсінікті, осы формула қолданасыздар. Массасы 126, бөлеміз, малярлық массасы 63 тең болады 2 моль. Міне, 126-ны 63-ке бөлсеңіздер 2. Ары қарай 1 моль көміртек 4 валенттілік оксидінің массасы. Бұл да осы формуладан шығады. Мына массаны табу үшін мынамен мынаны істейміз, көбейтіп тастаймыз. 4 грамм С2-ның 0,2-ның 0,2 моль оттектің қалыпты жағдайда көлемі тең. 0,2 мольді қалыпты жағдайға көбейтесіздер. 4,48 литр болады. Қорытқыш қолындағы күкірттің тотығу дәрежесі. +6 валенттілік. Натрий карбонаты тұз қышқылмен реакцияға түскенде түзілетін газ. Натрий карбонат, натрий СО3. Тұз қышқылмен H, хлормен. Сонда натрий, хлор, су және СО2. Осылар бөлініп шығады. Жауабы Д болады. Фосфор қышқылы қалдығының заряды. 3 минус болады. Мүмкін алар. Келесі сұрақ. Магний OH екі жерден қосу H хлор тең болады магний хлор 2 плюс су. Реакциясындағы коэффициенттер қосындысы тең. Мына реакцияны біз теңестіруіміз керек. Магнийдан біреу, хлордан қанша, хлордан 2. Демек H хлордан алдына 2 қоямыз. Сіздерде енді сутектің саны мұнда 2, мұнда 4 болды. Судың алдына 2 қоясыздар. Судың алдына 2 қоясыздар. 2 плюс 1 плюс 2 плюс 1 болады 6. Жауабы аға тең. Алюминий күкірт қышқылымен реакцияға түскенде түзілетін заттар. Қандай заттар түзіледі? Алюминий күкірт қышқылымен. Тұз және сутек. Алюминий күкірт қышқылының аяқ жағын алады, тұз түзеді және сутек бөлініп шығады. Түсінікті ма? Диссоцияланғанда гидроксид ионын түзетін электролит. Не үшін гидроксид ионы? Себебі, қараңыздар, SO4 гидроксид емес, хлор келмейді, HS келмейді, хлор келмейді, бізге только OH бар, қосымша OH бар гидроксид, осы бізге гидроксид ионы түзеді. Осыны бөлген кезде OH минус болып шығады. Түсінікті? Мына қысқартылған иондық теңдеуде сәйкес келетін реакция теңдеуін көрсетті. Так, H плюс OH минус су. H плюс OH минус су жоқ болса келмейді. Себебі OH мына жақта да бар. H хлор, OH және су. Міне осы сай келіп тұр. H2SO4, кальций хлор 2. Так, мұнау мүлдем сай келмейді. Бұл жерде бізде OH жоқ. Мына жерде де дәл солай. Мына жерде де дәл солай сай келмейді. Түсінікті? Методом отбора деп осыны айтады. Анион. Міне мына жерде сіздер анион катион шатастырып алсаңыздар, просто сіздер варианттарға қараңыздар, нұсқада барлығы плюс, бір ғана минус болып тұр. Мынау плюс, мынау плюс, мынау плюс болып тұр. Демек, ол минус. Анион деген бізде отрицательный заряженный. Солай ақ сіздер естеріңізге түсіріп алсаңыздар,
Болады. Ешқандай қиындық тудырмайды. Келесі сұраққа мән берейік. 2 молекула мыс хлориді диссоциацияланғанда түзілетін хлор ионының саны тең. Так. Цинк, хлор 2. Диссоциация түскенде мына бізде бөлінеді ғой, цинк плюс хлор минус бұл. Хлордан 2, осы 2 молекуламыз, мынадан 2 молекуламыз. Сонда сіздерде 4 болады. Түсінікті ме? Осы қанша молекула берілгеніне міндетті түрде мән бересіздер. 20-шы сұрақ. Темір 3 валентлі гидроксидінің формуласын жазып, молекулалық массасын көрсет. Темір бізде феррум, гидроксида 3 валентлік болса OH жерде болады. Енді осының молекулалық массасын есептейсіздер. Мр. Сіздер жай ғана қолдарыңыздан алдыңғы сабақта айтып өткен болатын. Міндетті түрде Менделеев таблицасын алып кіріңіздер. Ол жерде темірдің массасын және басқа да металдардың массасын барлығын қосындысын шығарып, молекулалық массаны тез есептей аласыздар. Тең болады 107 грамм на моль. Өздеріңізге оңай болу үшін міндетті түрде жаңағы Менделеевтің кестесін өздеріңізбен бірге алып кіріңіздер. Ол кез келген экзаменде рұқсат беріледі. Келесі сұрақ. Массасы 3,1 грамм фосфорды жағу үшін қажет оттектің көлемі. Енді біз бірінші реакция жазу өтейік. Фосфорды жану реакциясы ол O2-ні қосу дейміз. O2 O5 оксид түзіледі. O2 O5. Массасы 3,1 грамм. Біз массасын бірінші мольға ауыстырып алуымыз керек, количество, саны. Демек, бірінші мына реакцияны теңеп өтейік. Бізде неден қанша? Бәрін 2-ге көбейту керек. Мында болады 5. Бізде 10 сутек, оттек. Мында да 10, фосфор 4. Енді қараңыздар. Количествоны табу үшін массаны, жаңағы мен айтып өткен формула бойынша массаны молярлық массаға бөлесіздер. Демек, берілгені бойынша 3,1 грамм. Бөлеміз, фосфордың молярлық массасы 31-ге тең. Тең болады 0,1 моль. Енді 0,1 моль. Фосфордың төбесіне жаздар. Астында 4 моль. Жағу үшін қажет оттектің көлемі. Мынаның төбесіне X, оттектің астына 5. Енді мына X табу үшін істейміз. Бұл жерде X табу үшін мына 0,1-ді көбейтесіздер 5-ге. Мына былай ғой, крестна крест. Көбейтесіздер 5-ге, 4-ге бөлесіздер. 5-ге бөлеміз 4-ге. 0,125. 0,125 моль. Біз оттектің қанша моль екендігін тауып алдық. Енді бұны қалыпты жағдайда қанша болатын анықтап өтейік. Қалыпты жағдайда 22,4-ге көбейтесіздер, жауабы болады 2,8 литр. Түсінікті ме? Дәл осыны көбейтесіздер 22,4-ге.
Жауабы болады 2,8 литр. Моль мен моль қысқарып, литр қалады. Демек жауабы А. Түсінікті, оңай, есептің еш қиындығы жоқ. По порядку сіздер формулаларды жазып жаттап алыңыздар, сонда кез келген есепті шығару оңайға түседі. Әрі қарай мына электрондық формула 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Енді мынаның барлығын қосып шығасыздар. Түсінікті ма? 4, 10, 12. 12 бізге кімге сай келеді? 4-ке. Жақсы ма, балалар? Міндетті түрде осының төбесіндегілердің бәрін, степендердің бәрін қосып шығыңыздар. Сіздерге қандай ионның электрондық формуласы екенін көрсететін болады. Әрі қарай кеттік. Мына қатарда оттек, күкірт, селен, титан, атом радиусы қалай өзгереді? Кішірейеді, артады, өзгермейді, артады, сосын кемейді, бір қалыпты. Бұны жаңа айтып өткендей, сіздерде Менделеев таблицасы қолдарыңызда болады. Осы кестенің ішінде бұл элементтер қалай орналасқанын қарай отыра, сіздерге анықты болады, нақты түсінікті болады. Барған сайын бұл арта түседі. Түсінікті ме, балалар? Келесі сұрақ. Реттік нөмірі 16, атомдық массасы 32, тең элемент атомның нейтрон саны. Енді жаңағыдай қайтадан айта өтсек, бізде жалпы кез келген атом, ядро, электрон бөлінеді. Бір ядрода протон бар, нейтрон бар. Протон плюс заряженный, нейтрон 0 болады. Енді кез келген элементтің реттік нөмірі қанша болса, соның протоны мен нейтроны соған тең болады. Демек, сіздер мына атомның реттік нөмір 16-ға тең ба? Бұл оттек. Егер қателеспесем, бұл оттек. Осының реттік нөмірі 16-ға тең болып тұр ма? Демек, бұның протоны 16. Және нейтроны да 16 болады. Жоқ, нейтроны 16 болмайды. Сіздерге не тап деген? Дұрыс. Себебі 32 ғой. 32-тен 16-ны салсақ 16 болады. Мына массасынан нейтронның формасы малярлық масса минус реттік нөмір. Малярлық массасы 32, реттік нөмір 16, нейтрон саны 16 болады. Ал электронның саны реттік нөмірге тең болады. Осылайынан протон, нейтрон, электрондарды жаттап алыңыздар. Ең төменгі тотығу дәрежесі -4-ке тең элемент. Көміртек, азот, фосфор, хлор, оттек. Тотығу дәрежесі көміртекте төмен болады. Салыстырмалы түрде азот, фосфор, хлор, оттектің қасында әрине көміртек ол бірінші тұрғандықтан, міндетті түрде оның тотығу дәрежесі басқаларына қарағанда төмен болады. Түсінікті деп ойлаймын, балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Екінші нұсқаны талдап өттік. Менің каналым сіздерге ұнаған болса, тағы да түсінбеген сұрақтарыңыз болса, подписация батырмасын басып, қолдап кетіңіздер, колокольчикті басып, келесі нұсқаларды күтіңіздер. Ал түсінбеген сұрақтарыңыз комментарийға жазып, менен сұрай берсеңіздер болады. Міндетті түрде қуана-қуана жауабын беретін боламын. Сіздермен болған химия онлайн арнасы. Қош, сау болыңыздар.